120 сабақ. 4-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Бұл ертегі ме, әлде аңыз ба? Ажыратып айт. Ай мен күн. Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі сұлу қызы болыпты. Бір күні Күнсұлу іс тігіп отырған Айсұлуға: «Мен сенен сұлумын», дейді. Ал Айсұлу болса: «Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын», деп таласады. Ақыры аяғында қатты ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлудың тырнағының ізі Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Міне, содан бері Айсұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана далаға шығады. Ал өз қылығынан қатты ұялған Күнсұлу түн болғанда бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу бірін-бірі көрмейді екен. 5-ші тапсырма. Көршіңе диктантты оқы және жазғанын тексер. Ғарыш, ғаламшар тақырыбы біздер үшін өте қызықты. Қазіргі кезде ғылым мен техника жақсы дамыған. Ғалымдардың көмегімен ғарыш кеме жасалды. Ғарышкерлер әуеде, ғарыш кеңістігінде еркін қозғалуы және зерттеу жүргізу үшін киім мен тағамдар ойлап табылды. Үлкейткіш құралдарының көмегімен астроном ғалымдар ғаламшарларды жерден бақылай алады. Уважаемые зрители, для того, чтобы приобрести уроки полностью, со всеми выполненными заданиями и переводом на русский язык, напишите, пожалуйста, на WhatsApp по телефону, указанному на экране.